Нұр Мүбарак Ислам Мәдениеті университеті бұл ислам мәдениеті университеті. Біз дін мен мәдениетті, дін мен ғылымды, дін мен өркениетті, дін мен өнерді байланыстыру арқылы ғана біз қазіргі радикалданудың алдын ала аламыз. Біз қашан дінді осы аталған нәрселерден бөлетін болсақ, яғни өркениеттен, мәдениеттен, ғылымнан, білімнен, өнерден дінді бөліп алған кезде біз радикал дінді көреміз. Сол үшін Ислам мәдениеті университеті тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында құрылуының өзі бұл діни стратегиялық қадам болды. Өйткені қазіргі таңда біз бұл университеттің жемісін көріп отырмыз. Қалайша? Қазіргі дерадикализация бойынша мына оңалту жұмыстарындағы алдыңғы қатарда осы университеттің түлектері жүр. Бұл мемлекеттің бұл бағыттағы үлкен жұмысы деп санар едік. Мемлекеттік мекемелерде, құзырлы мекемелерде, түзету мекемелеріндегі негізгі мамандар, теологтар көп өңірлерде біз барған кезде көреміз осы Нұр Мүбарак университетінің түлектері. Және мемлекеттің осы дін саласындағы үлкен жұмысы осы университетке гранттар бөліп келе жатыр. Біздің жастарымыз шетелдегі бағыты анық болмаған кейбір орталықтарда оқымай, осы елімізде дұрыс білім алу үшін, осындай білім ордасында тәлім алу үшін гранттар бөліп отыр. Бұл да мемлекеттің үлкен осы дін саласындағы қызметі дер едік.